Құрметті Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ұжымы, ұстаздары және студенттері, сіздерді биылғы 90 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге үлкен табыс, мол бақыт тілеймін. Жалпы аграрлық университет пен өнер ұжымдарының, өнер университеттерінің арасындағы рухани қарым-қатынастың бары біздерді өте қуантады. Сіздерде оқып жатқан студенттердің сондай талантты екені, өнерге деген құштарлығының биік екені бізді барған сайын аңғарып, біз таңғалудамыз. Сондықтан да осы студенттердің арасындағы рухани жалғастығын арғарай тауып, бірлігіміз нығайып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті ұстаздар және студенттер, сіздерді келіп жеткен жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл жаңа қуанышын, жаңа табысын, жаңа жақсылығын алып келсін. Аман болыңыздар. Жаңа жылдарыңызбен. Қазақтың тамыр ауылда, біздің барлығымызды ауылда туып өскен адамдарымыз. Ал осы университеттің шәкірттерінің 90%-ға жуығы ауыл балаларынан құралады. Негізгі ауылдың кәсіптері меңгеруді ғана, соның мамандарын ғана тәрбиелеп қоймай, оған жан-жақты рухани тәрбие беруді де ұмытпаған бірден бір оқу орны осы аграрлық университет. Біздің сонау бір замандарда, біздің жас кезімізде алтын дән ансамблі дүркіреп шығып тұрды. Одан бергі уақытта осы оқу орнының ұлт аспаптар Ахмет Жұбанов атындағы оркестрі, басқа да әдебиет пен мәдениеттің салаларына үлестерін қосып жүрген талай тұлғалар осы университет қабырғасынан тәрбиеленіп шықты. Аллардықтыра қымбатты ұстаздар, қымбатты шәкірттер, яғни студенттер, біздің Алматы қалалық ұлттық аграрлық университетінің түлектері, студенттері, ұстаздары, сіздердің 90 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Қазақтың мен деген азаматтары, осы қазақ халқына үлес қосып жүрген керемет аптал азаматтар, апаларымыз оқып бітіріп, бүгінде қазақ еліне сүбелі үлес қосып жүрген анық. Әлі де қосатынын білеміз. Ал қымбатты шәкірттер, студенттер, сіздер де сол апаларымыздың, ағаларымыздың жолы бұл қазақ дейтін халықтың керегіне жарайтындарыңызға біз нық сенімдеміз. Осы ұжымды басқарып отырған Тілектес Исабайұлы ағамыздың ұжымына, сол кісінің оқушыларына, студенттеріне біз өнер адамдары ретінде жақсы тілектер айтқымыз келеді. Қазір мынау пандемия кезіндегі алыстан оқытылып жатқан студенттер білеміз, ұстаздарын сағынып жүргендері анық. Яғни құдай қаласа құлдық күнінде Алланың арнаса індеттен құтылып басымыз бірігетініне, қауышатынына сенімдіміз. Алланың арнаса жақсылықта жолығайық. Мынау сіздердің төл мерекелеріңіз, университеттің 90 жылдығын шын жүрегімізден құттықтаймыз. Аман болыңыздар. Сіздердің бізге амандықтарыңыз керек. Болашақта сіздерді үлкен зор үміт күтіп отырмыз. Болашақта қазақ дейтін халыққа сіздер керемет болашағын айқын, айшық көрсететін сондай ұлдардан, қыздардан екендеріңізге сенімдіміз. Аман болыңыздар, ұстаздар қауымы, әрқашан ортамызда болыңыздар, шаршамаңыздар, ауырмаңыздар, бірге болайық. Қазақ дейтін халыққа керегіне жарайтын үлкен үлес қоса беріңіздер. Аман болыңыздар, мерекелеріңіз құтты болсын.